қазақ әйелдері бәрін көтере береді. Ұят ұғымы тек бір әйелдерге теңелген. Машинам жолдың бойында 5 күн жатты. Естіген кезде жылап жібердім. Мен де байдың қызы емеспін. Менің фильмдерімді өз-өзім қаржыландырамын. Екінші фильміме кредит алдым. Мен соны түсінбейді біздің кино басындағылар. Бізде айтады, авторлық фильм ол қазақтарды жаман етіп көрсетеді. Егер мен ер адам болсам, мен де қолдар еді баяғыда. Қарасам деген бар ғой. Ондай кездестіремін ғой. Бізге камера арқалап жүретін келін керек емес. Техникалық тұрғыдан өте нашар. Қазақ киносы бір өзіндік стилін таба алмай жүрген сияқты. Менің монтаждық столымда жоқ. Бірақ мен ешқашан адамдарды тегін жұмсамаймын. Шынымды айтсам, мен депрессияға көп түсемін. Сәлем, қалқалай. Қазір біз осы Қызыланар фильмін монтажын бітіріп жатырмыз. Жалпы монтажы бітті. Оны бұйырса енді осы халықаралық тұсаукесер дейді ғой. Жалпы фильмнің кез келген фильмнің тұсаукесері өте маңызды. Ол қай жерде өтеді, қалай өтеді, ол өте маңызды. Сондықтан да бұл фильмді біз қазір Пусан қаласында, Пусан кинофестивалінде, осы Кореяда үлкен халықаралық кинофестиваль бар. Осы Орта Азиялық фильмдердің фильмдер қатысатын. Сол жерге тұсаукесері өтеді. Осы Қазақстан атынан қазір конкурсқа қатысып жатыр. Енді алла бұйырса бір жүлдеге де үміттіміз десек те болады. Сіздің жаңа фильміңіз Қызыланар деп аталады. Ол Пусан халықаралық кинофестивалінің негізгі конкурсына өтті. Сізді құттықтаймыз. Сонымен біз жалпы бұл фильмді, сіздің трейлерді көрген кезде ең бастысы бізге осы Сергей Парижановтың ұлы туындысы есімізге түсіп кетті, «Цвет граната» деген. Соны айтып беріңізші, сіз бұл фильмге сілтеме жасадыңыз ба? Сіздің фильміңізде әлде ол жай ғана кездейсоқтық, сондай сәйкестік па, солай келіп қалды ма? Шынымды айтсам, мен Қызыланар фильмі, ол жаңа сіз айтып отқан Парижановқа ешқандай ссылка жасамаймын. Ол мүмкін кездейсоқтық шығар. Негізі бұл фильм Анар деп аталатын әйелдің тағдыры жайлы, және оның бұл фильмді кейіннен көрсеңіздер, осы Анар гранаты бар ғой, сол жайлы, солмен байланысты болады. Негізі жалпы гранатты алған себебім бұл символ ретінде, метафора ретінде алдым. Қызыланар ол айтады, бейіш бар ғой, рай деп айтады, райдың жемістерінің бірі екен. Соны мен қараған кезде, жұмақ жемістерінің бірі, және соны жесеңіз, сіз тазарады екенсіз. Сіз өмір бойы бойыңызда жиналған кінәлардан тазарады екенсіз. Мен соны метафора ретінде алдым, және бұл фильмде Анар, яғни гранат, ол метафора ретінде жүреді. Басты кейіпкердің есімі Анар, иә?
соған байланысты. Және мен оқыдым осы неше түрлі ақпараттық жаңалықтардан, иә. Сізде сюжетіне келетін болсақ, бұл жерде осы біздің елді дүр сілкіндірген жаңалық, иә, болды осыдан 3 жыл бұрын. Абай ауылында, Түркістан облысының Абай ауылында осы кішкентай 7 жасар баланы зорлаған жайында, иә. Соны біз әлі қайта алмай жатырмыз, иә, бұл оқиғаны естіген кезде. Сіздің фильміңізде бұл оқиға қозғалады. Сіз жалпы қай қырынан бұл мәселеге қарадыңыз? Негізі о баста осы фильмді ойлаған кезде, сценарийді ойлаған кезде сол Абай ауылындағы 7 жасар бала туралы ойлағанбыз. Одан кейін әрине бұл өте сондай бір қиын тақырып және бір ауыр тақырып, сондықтан да біз оны жай лобовой көрсетпей-ақ бір екінші қырынан көрсетейік деп, сол үшін біз ол жерге әйелдің тағдырын қостық. Ол Анардың тағдыры. Енді өзіңіз білесіз ғой, қазақ әйелдері бәрін көтере береді. Сондықтан да біз бұл жерде енді тек қана сол бір зорлық көрген баланы ғана емес, сонымен қатар зорлық көрген әйелдің тағдырын екеуін параллельно көрсетуге тырыстық. Яғни Анар ол да жас кезінде, осы бала кезінде зорлық көрген, бірақ оған ешкім мән бермеген. Бізде ондай жағдайлар көп қой, әсіресе қыз балаларға. Қараңызшы, жай бір баланы, кішкентай баланы зорлық көрді деп біз бүкіл әлемді шулаттық, иә, бүкіл елді шулаттық. Ал сол бір 7 жасар қыз бала зорлық көрсе, біз оған көзімізді жұмып қоя саламыз. Біз оған тіпті мән де бермейміз. Мен сол бір мәселені көрсеткім келді. Анарды басынан өткізген сол жасында, 7 жасында зорлықты басынан өткізген, бірақ оған ешкім мән бермеген. Ал мұнда ер балаға бір кішкентай зорлық көрсетіліп, ол бүкіл әлемге тарап кетті. Не үшін сонда ер бала мен әйел қыз баланың сондай бір айырмашылығы, сондай бір тағдыры қандай? Мен соны көрсеткім келді. Енді әрине біз басында жаңағы ер бала болғандықтан, біздің қоғам оны көтере алмайтын болғандықтан, оны қабылдай алмайтын болғандықтан, біз оны екінші планға қойдық та, дегенмен де осы әйелдің тағдырын алдыға шығаруға тырыстым. Еще раз балықты кішкене көрсетіңізші. Ар жағын ұстаңызшы, ар қолыңызға. Жоғары жағынан не қылсаңызшы, жоғары жағынан ұстасаңызшы, саусақтың жоғары жағынан. О, кеттік. Кеттік, жоғары қарай. Бұлай? Иә. Нормально? Көрсетіңізші кадрға көрсетіңізші. Міне. Иә, болды, кеттік. Начали. Кеттік, бісміллә. Жіберейін ба қазір? Иә, жібереміз, болды, кеттік. Бісміллә. Ал мен білемін, және сіздің алғашқы дебютыңыздың фильмді Мариямда, иә, бұл жерде де әйелдің қиын тағдыры, иә, қозғалады, әйел мәселесі қозғалады. Және деректі фильмде сүресі ұят және мен деген, бұл жерде де әйелдің тағдыры. Жалпы осы біздің Қазақстанның әйелдерінің жағдайы, біз бәріміз білеміз, нашар екен, иә, бұл енді шынын айту керек, иә, бізде көптеген зорлық, көптеген осы тұрмыстық зорлық-зомбылықты көріп жатады. Сізді неге осы тақырып әсіресе сізді қызықтырады? Неге дәл осы тақырыпқа ерекше назар аударуды шештіңіз? Енді ең алдымен өзім әйел адам болғандықтан, және сонымен қатар көптеген фильмдерді қарасаңыз, әсіресе ол енді ер адамдар түсіреді, әйел жайлы, мысалы қазір соңғы кезде Әділхан Ержанов «Ұл болсын» деген фильм түсірді. Бірақ олар әйелді сыртынан көрсетеді. Яғни әйелдің психологиясын көрсетпейді. Ол әйел ішкі жан дүниесін жеткізе алмайды. Олар сырт бейнемен ғана өздері әйелдерді қалай қабылдайды, солай ғана көрсетеді. Мысалы, әйел олардың, енді ер адамдардың көзінше ол сексуальный дейді ғой. Яғни объект ретінде. Сондай бір сексуалдық объект ретінде ғана көреді, оны әдемі ретінде, оның сырт бейнесін ғана көреді де, оның ішкі жан дүниесіне беріліп жатпайды. Және енді әйел адамдардың психологиясы да бір өзгеше ғой. Мысалы, біз білмейміз кім қандай жағдайда қандай поступка жасайды дейді ғой. Мысалы, «Ұят және мен» деген мен деректі фильм түсірдім. Сол жерде кейіпкер Бибігүл 15 жасында оны зорлаған, өзінің туған жездесі.
содан кейін енді ұят болады деп оны өзінің туған әпкесі оны жездесіне қосқан. Сөйтіп ол өзінің зорлаған адаммен 12 жыл бірге тұрған. Қараңызшы, ол мен ойлаймын бір әйелдің бір психологиялық несі да, ол егер ол ер адам болса, мысалы айтатын болса, ол тұрмас еді, ал енді әйел ол да бір психологияның бір түрі ғой. Ол біріншіден өзін ұят деп санады, екіншіден мен баламның, қызымның алдында өзін бір андай әкесіз қалдырмайын деген бір ішкі түйсік болды. Сондай бір нелер көп та. Мысалы мен жақында ғана бір естідім. Менің бір құрбым шетелдік азаматтан 2 қабат болып қалыпты. Сонымен ол анау шетелдік азаматтың ешқандай азаматтығы да жоқ екен мұнда. Сонда ол менің жаңағы балам әкесіз қалмасыншы деп сол азаматқа сүймесе де не қылмаса да сол азаматпен бірге тұрып жатыр да. Сонда қарасаңыз әйел адамдар қаншалықты өздерін құрбан етеді. Балалар үшін құрбан етеді, қоғам үшін құрбан етеді, жақындар үшін құрбан етеді. Олар байқасаңыз көбінесе әйелдер өзі үшін емес, өздерінің құрбаны емес, өзге үшін құрбан жасайды. Мен соған таңғаламын кейде. Өз өмірін ұмытып, біз шынымен де әйел адамдар өз өмірін көбінесе ұмытып кетеді де, басқалар үшін өмір сүріп кетеді. Мен өзімде кейде менде де жағдайлар болады. Сол кезде өзімде сондай поступкаларға барып қалам, бірақ кейде андай саналы түрде өзім тоқтатамын. Мен айтамын, сен мать Тереза емессің, тоқта деген сияқты. Сондықтан да мен ойлаймын, әрбір әйел адам өзін жақсы көру керек, өзін сүю керек, өзін қабылдау керек, біз әйел адамдар өз-өзімізді сүймегенше, өз-өзімізді қабылдамағанша бір үлкен жетістікке жете алмайтын сияқтымыз. Менше осы біздің тәрбие, осы біздің бұрыннан келе жатқан ұят деген ұғым содан бір бас тарту керек сияқты. Бұл кейбір мысалы дәстүрлер, ұғымдар біздің жалпы қоғамға дамуына кері әсерін тигізсе, одан бас тарту керек. Бізге кішкене бір қазіргі заманға қадам жасау керек. Соны сіз қалай ойлайсыз? Сол бізге ұят болады, қой үндеме, сондай ұғымдардан, сондай түсініктерден қалай құтыламыз? Бұлардан құтылу үшін не істеу керек? Мүмкін мемлекеттік деңгейде бізде құқық қорғау органдары бұны әсіресе қолына алса, мысалы бұл мәселені, бұл тұрмыстық зорлық-зомбылықты алса, әр әйелге өз көмегін көрсетіп жатса, мысалы, әр оқиғаны әсіресе қадағалап, сөйтіп түсініп жатса, мүмкін бір көмегі тиіп қалар. Қалай ойлайсыз, бізге сол ұят болады, үндеме деген ұғымдардан құтылу үшін не істеу керек жалпы? Байқасаңыз, біздің қоғамымызда шынымен де осы бір ұят ұғымы тек бір әйелдерге теңелген бір ұғым сияқты да. Мысалы, ер адамдарға ол жайлы көп айтылмайды. Ол ер адамдарға көп нәрсе, мысалы, 4 әйел алды, ол дұрыс, ер адамға ол жарасады. Әйел адам кішкене бір жерден сүрініп кетті ма, оның ұяты жоқ екен. Әйел адам ұятсыз екен деп соған теңеп қояды. Сондықтан да мен кейде ойлаймын, шынымен де осы бір ұят ұғымы тек әйелдерге теңілген бір не сияқты ма. Одан кейін әрине ұяттың да бір жақсы жағы бар. Ол бір тиім сөздер ретінде біздің ата-бабаларымыз мысалы ұят болады қойыңдар деп қаншама бір дөрекі заттардан бір тиім ретінде жасалады. Бірақ енді кейде осы бір ұят ұғымын біз андай бір үлкен нелерге қолданып тастаймыз да. Бұрмалап жібереміз, бұрмалап жүреміз де біз өзімізді шектеп тастаймыз. Әсіресе бізде осы, мен енді шетелдіктерге көп шығамын, ол шетелге шыққан кезде мысалы енді былай шын айтайын, орыстың қыздары, қазір енді мен өзім қыздар жағынан айтайын, орыстың қыздарын немесе бір шетелдің қыздарын көрсеңіздер жұлып жеп тұрады. Кәдімгідей бермесең қолыңнан жұлып алады. Ал біздің өз құқығын біледі, өз құқығын біледі, олар ешқашан ештеңеден тайынбайды, ештеңе не қылмайды. Сондықтан да мен ойлаймын,
көбінесе американдықтар неге сондай бір үлкен жетістіктерге жетіп жатыр, өйткені оларға бір тиім сөздер жоқ та, олар не істеймін десе де оларға жол ашық. Және неге олар космосты бағындырып жатыр қазір, неге жаңағы үлкен жаңағы Google ашылып жатыр, өйткені оларда ешқандай не жоқ. Ал бізде не істейміз, ұят болады отыр, сонымен біз өзіміздің басымшылық әрқашанда, эгомызды басып тастаймыз да, сонымен сол ұяңдық пайда болады. Сонымен біз құрсыншы тыныш отырайық, құрсын соларақ дұрыс бола берсін деген сияқты біз бір андай ұяңдық неде қалып жатырмыз. Менде мысалы сол бір ұяңдық менде де бар. Мысалы бір көп жерге барсам, мысалы орыстың қыздарынан өзінің қасында мен проигрываю дейді ғой, мен шынымен де сондай жеңіліп қаласыз ба? жеңіліп қаламын, өйткені мен андай бір ұяңдық басымда ойымда бар, және бір андай бір мен соншалықты басылып қалғанымды мен сол кезде сезінемін да, ешқандай бір алдыға не қылмағанбыз, алдыға жылжымағанбыз, алдыға жүрмегенбіз, сондай кезде қатты сезіледі. Біз сондай жабықпыз, жабылып отырамыз үнемі, артық сөйлеме деген сияқты, себебі бізді сөйтіп тәрбиелеп өсіреді. Біздің тәрбиеміз енді сондай болғандықтан өкінішке орай сондай кезеңдерде қатты сезіледі. Содан кейін жаңалықтарды оқыған кезде сол бір әйелдерге қатысты осындай тағдырлар, енді ойлайсың, өзімді сол әйелдің орнына қойып көремін де, егер менің тағдырым солай болса не болар еді деген сияқты. Және соны көрсеткім келеді, соны айтқым келеді, халыққа жеткізгім келеді. Және сол бір кейіпкердің өмірі өзгерсе екен деп үміттенемін да. Мысалы, Мәриямда ойнаған Меруерт қазір өмірі өзгерді, біраз үй алды, сондай бір жақсы жағына өзгерсе екен. Өмірде тым болмағанда бір адамға жақсылығың тиіп жатса, мен ойлаймын, бір үлкен жетістік деп. Сондай сізде эмпатия деңгейі сондай жоғары, Сондай болар, Бұл сіздің Мариям фильмінде басты рөлді ойнаған осы әйел, сол Меруерт Бибосынова, ол жалпы сіз, мен жаңалықтардан оқығам, президенттің өзі назар аударды сол мәселеге, сол әйелдің тағдырына. Сол бір көмектесті ма жалпы аяғында сондай нәтижесінде? Бұл бір қызық жағдай болды. Негізі ең алғаш рет мен Қарекет деген бағдарлама болды, бізде Бейсен Құранбек жүргізген, марқұм. Сол кезде мен жұмыс істеген режиссер болып, бізге Меруерт келген. Бұл Қазақстан телеарнасында? Қазақстан телеарнасында. Меруерт бізге келген осындай бір жағдаймен. Ол кезде оның жағдайы андай болған. Бізге келген кездегі жағдайы, ол 4 баласы бар, күйеуі жоғалып кеткен. Ол енді үкіметтен не ала алмай отыр, пособие ала алмай отыр. Өйткені көмек қаржы алмай жатыр. Күйеуінің денесі жоқ. Сол үшін ол қаржы ала алмай отыр. Және қаржы алу үшін ол сотқа арыз жазу керек екен, ал сотқа жай қарапайым адам барып жаза алмайды екен арызды. Тек қана адвокат арқылы ғана. Сол біздің бюрократиялық жолдар. Енді адвокат жалдау үшін ода ақша жоқ. Өйткені ол пол жуады, квартирада тұрады, 4 баласына сұрау керек. Сосын біз жарайды деп көмектесеміз дедік, сөйтіп біз оған адвокат жалдап бердік, сөйтіп енді сюжет жасау үшін тұрған жеріне бардық, үйіне бардық, қазір квартирасына бардық, одан кейін сол бір күйеуі жоғалып кеткен жерге бардық. Ол Талдықорғанның ар жағында Ақсу, Егінсу, Матай деген жерде болады екен, степ бар ғой, сондай жерде тұрады екен, андай неде фазенда деп айтады екен, фазендада. Сонымен барып мен таң қалдым. Бірақ үй айдалада, сол жерде мал бағады екен, сондай не істейді екен. Ана жерде ана ел 7 жыл тұрыпты, 4 баласын дүниеге алып кепті. Не су жоқ, не свет жоқ, не свет ұстамайды. Мен таң қалдым. 21 ғасырда осындай деңгейде өмір сүру әлі күнге дейін қазақтардың, мен шынымды айтсам қатты не істедім. Осы жерде 2 ма 3 па үй бар екен, солар әлі тұрады екен. Ар жағында бір үй бар, ол жерде апалар тұрады, кәдімгідей семья тұрады. Мен шынымды айтсам жағамды ұстадым. Сосын қайтып келе жатып мен көз алдыма андай бір
киноның кадрлары келе бастады. Сосын келгеннен кейін біз ол бағдарламаны көрсеттік, түсірдік, көрсетіп тастадық. Сосын ол кісіге жаңағы адвокат жалдап бердік ары қарай не жасау үшін. Сосын мен ойладым, фильм түсіргім келді бұл жайлы. Сосын сценарий жаздым. Сценарийді сол бір аптаның ішінде жазып шықтым. Содан кейін жаңағы Бегалы деген досым бар, сол екеуміз ақылдасып, сосын мен актриса дайындадым. Ойладым енді бұл актриса керек болар деп. Сосын бірақ досым сол Бегалы айтты маған, сен өзімен сөйлесіп көрсеңші, мүмкін өзі түсіп қалар деп. Сосын мен жарайды деп мен өзімен сөйлесіп, қыстың күні болатын. Мен неге ол кісіге айттым, кездесейік деп. Сосын үлкен 2 этаждан шықты ол жерде ол пол жуып жүр екен. Сосын келіп мен оған айттым, сен осындай кино түсірейін деп жатырмын, сен соған актриса болып түссеңші деп. Ол түсінбейді басында. Ол кино деген не, актриса деген не, енді қарапайым адам. Ауылды жерде тұратын. Сосын мен айттым, сен ертең Қызыл дорожкадан жүресің, өтесің деп енді мотивация беріп, сосын менен ол келісті. Басында ештеңе түсінбейді. Сосын біз неге бардық, жиналып командамызбен. Команданы да мен Фейсбуктан жинадым. Фейсбукқа айттым, маған осындай бір фильм түсірейін деп едім, кім көмек бере алады деп. Сосын маған Самат Шарипов деген оператор жігіт сол откликнулся дейді, сол хабарға шықты. Содан кейін 1-2 адам жинап, 5 адам ба, 4 адам ба, сөйтіп түсірімге бардық. Ол алыс еще қыстың күні, қар деген құйып тұр. Жолда, енді трассада кішкене опасно ғой. Сөйтіп мен көлікпен жүрмін, ол кезде ескі көлігім бар, ол да жолда бұзылып қап. Сөйтіп әзер жеттік. Қаншама қиындықтан өттіңдер. Сонымен әзер жеттік, және ол трассадан жаңағы фазендаға бару үшін жол жоқ та, бұл жерде трассаның бойына машинам қалдырып кеттім. Сонымен біз ары қарай пешком бардық. Заттарымызды арқалап, ар жағында алыс. Сонда да жеттік, әйтеуір 3 километрдей жер екен. Машинам жолдың бойында 5 күн жатты. Сосын сол жерге барып, ешкім тимеген ба сонда? Мен бір несіне қойып кеттік, қораның жанына. Сонымен неге барып, фазендаға барып, сол жерде бөлім, енді ол кішкентай ғана, 2 бөлме ғана. Мына жерде біз актриса екеуміз ғана, әйел адамбыз. Қалғандар ер адамдар. Сол жерде мал бағатын сол актрисаның, сол Меруерттің ағасы тұрады екен сол кезде. Ол 3 адам ба екен. Бізден енді ер адамдар 6 адам ба, сондай болды. 10 адам бір бөлмеде жатады. Меруерттің 4 баласы бар. Сол 4 баласы және біз екеуміз бір бөлмеде жатамыз. Жерде не свет жоқ, түнде суып кетеді, пеш жағады, таңертең пеш қоямыз, таңертең кешке суып кетеді, түннің ортасында тоң жатасың дірілдеп, үстімізге киініп аламыз. Сонымен солай немізді жасап шықтық. Не су жоқ, туалет айдалада. Енді қыстың күні ғой. Таңертең не бет қолымды жуа алмаймыз. Сөйтіп 5 күн әйтеуір енді тезірек түсіріп кету керек болды. Тез түсіріп, ал енді ол жерде сол Меруерттің енді әйел адам болғандықтан барып съемканың кезінде тамақ пісіреді, бос болып қалса, содан біз камераны қойған сол тамақ жасап қояды. Кішкентай баласы ол кезде 1 жаста еді. Ол барып бұтына жіберіп жатады, оны барып жуып келеді. Сосын барып сиыр сауып келеді. Оның арасында от жағып жатады. Сосын мен тамақ жасап жүремін. Содан кейін барып жаңағы баласы жылап жатса, баласын көтеріп жатасын, актриса ойнап алсын деп. Сондай бір қиыншылықпен жасалған дүние болғаннан кейін де шығар, ол бір жемісін берді. Сосын ол фильмді түсіріп келіп, монтаждап біткеннен кейін мен оны Локарноға жіберген, Швейцарияға. Сол жерде Локарно кинофестивалінен сіздің фильміңіз конкурсқа өтті деп келді. Мәні естіген кезде жылап жібердім. Жыладыңыз ба? Сосын ойладым, енді бір қуанышын бөлісейін деп. Сөйтіп Меруертті Швейцарияға алып бардым. Оған басында ода ешқандай паспорт болған жоқ. Паспорт жасады. Өз қаржыңа, өз ақшаңызға бардыңыз? Мен өз ақшама, өзім енді бір қуансын деп ойладым. Бір шетелді көріп келсін. Бұл Алматыдан аттап шықпаған ғой. Содан паспорт жасаттық тез арада. Оны барып виза жасаттым. Бәрін өз қаржыма жасадым.
енді мен де байдың қызы емеспін. Ешқандай бір андай нем жоқ. Қалай өнерде жүретін адамдардың ақшасы аз дегендей бізде бір андай ақшалық қорым жоқ, бірақ дегенмен де жұмыс істеп сол жалақыма сол көмектесуге тырысып жүрдім. Сөйтіп барып енді бір екі неден көмек сұрадым, бір екі адамдарға айттым, осындай бір көмек беріңіздер деп. Сосын бір кішкене көмек берді. Сосын оны бірінші Миланға бардық. Миланда енді бірінші шетелде көрген ғой. Сосын Швейцарияға барған кезде Меруерт айтады да, менің бірандай бір сызық ретіндегі өмірімде дүмпулер болады екен ғой деп көзіне жас алады да. Сол кезде мен ойладым, шынымен де это того стоило деп. Сөйтіп ол жерде біз фильмді көрсеттік, қанша ол енді өзінің звездасы есімді ғой. Сосын фильм бірнеше кинофестивальдерге қатысты. Одан кейін Торонтода болды, мені шақырды, оған да бардым. Кореяда болды, Пусан кинофестивальде. Ол жерде көрсетімде ғана болды, конкурста болған жоқ. Сосын дәл осы карантиннің алдында 2019 жылы Парижде, Визулка қаласында менің фильм көрсетілетін болды. Сөйтіп Парижге кетіп бара жатып, Парижге жаңағы аэропорттан түстім. Қарасам, телефоным жарылып жатыр. Бір 50-60 шақты сообщение келіпті, сөйтсем, сен президентсіз деп жатыр дейді. Енді бірінші басында түсінбедім, не үшін іздеп жатыр, не еще ана жерде сет дұрыс ұстамайды аэропортта. Сосын сет іздеп жүріп, әйтеуір бұрышқа барып, әзер хабарласып, не болып қалды десем, сен президент іздеп жатыр, қайдасың, анау 1 миллион адам іздеп сапты. Сосын басында қорқып кеттім, енді мен бір соншалықты оппозиционер емеспін. Қорқа бастайсың. Ешкімге бір жаман сөз айтпаған сияқтымын, ешкімге тиіспеймін, ешкімге бір не істеп жатқан жоқпын, не болып қалды екен деп. Сөйтсем, дәл соның алдында бізде осы ақпан айында осы фильмді көрсеткен болатын осында неде. Бір 10 күндік болды, Бауыржан Шүкенов ағамыз қолдап, Гүлнара Ойратовна деген бізде, Абикеева деген киновед бар. Сол кісілер ұйымдастырып, неделя авторсы кино деген бір апталық авторлық фильмдерді көрсеткен болатын. Сол жерде мен фильмді көрсетіп, сол кезде Комсомольская правда деген газетке жазған. Барып сол жерде тілшілер, Қарлығаш деген журналист бар, қазір фамилиясын ұмытып тұрмын. Сол кісі барып, арнайы үлкен сюжет жасаған ғой, қазір қалай тұрып жатыр. Сөйтсе, соны Тоқаев мырза, президентіміздің өзі оқыпты. Сөйтіп кәдімгідей газеттің үстіне көмектесіңіз деген қол қойып беріпті. Тура газеттің үстіне. Содан енді біздікілердің бәрі сол пока не келмегенше қимылдамайды ғой. Сөйтіп бұлары келіп, Меруертті іздеп барып, сонымен үйіне көмек беріп, сосын үй береміз деп солай сөз берген екен. Сөйтіп мен дәл сол кезде сол Визуль қаласында гран-при жеңіп алдым сол фильммен. Сөйтіп осы ақпан айында оған үй беріліп, осы Меруерт қазір 2 бөлмелі осы Ботникта үлкен керемет үйде тұрып жатыр. Осы Алматыда тұрып жатыр. Сонда бұл сіздің басты жүлдеңіз ғой, сонда сол адамға көмек беріп берген. Басты жүлдем, мен ойлаймын, қазір осы. Мен білем, сіздің фильмдеріңізді жалпы біздің Қазақфильм киностудиясы немесе мемлекет, жалпы ешкім қолдамайды, сізге бір ақша бөлмейді, фильмдер түсіруге. Қалай сіз қаржы табасыз фильмдеріңізге? Сондай өзекті мәселелерді көтеруге, сондай әйелдердің оқиғасын бүкіл әлемге көрсетіп беруге, қайдан жалпы күш жинайсыз, қайдан қаржы табасыз? Қандай мотивация сізде? Шынымен де былай қарасаңыз, қазір біз бұрын Қазақфильмге баратынбыз, бізге көмек беріңіздер. Енді дәл қазір Қазақфильмде ешқандай материалдық не жоқ, күш жоқ. Өйткені Қазақфильм қазір бір жеке киностудия ретінде ғана қалып қалды. Қазір бүкіл қаржының бәрі бізде фонд кино, поддержки государственного кино деген бар, фонд кино, яғни сол жерде басқа мекеме, ол мекемеге мемлекет береді, сонымен ол мекеме Қазақфильмге таратады, басқа да жеке нелерге таратады. Сондықтан да ол жерде қазір Қазақфильм ешқандай фильмдерді қолдауға мүмкіншілік жоқ. Бірақ дегенмен де шынымен де менің фильмдерімді өзім қаржыландырамын. Мысалы, Мәриям фильмінде мен зарплатамды, өзімнің жалақыларымды жинап түсірдім. Ал енді екінші фильмге кредит алдым.
сол кредит сол машина несие алып Иә. сөйтіп фильмдеріңізді түсіріп жатсыз. несиеге алып сонымен түсірдім, кредитке түсіріп, осы жақында ғана енді 80%-ін бітірдім, құйып бітірдім. Екінші фильмнің кредитін. Бұл енді бір ойға сыймас нәрсе сияқты, иә, біздің жалпы авторлық кино негізі, иә, біздің артхаус деп жатады ғой, иә, түсінбейтін адамдар. Авторлық кино бұл біздің еліміздің атын шығаратын кинолар, иә, біздің көркемдік жағынан, иә, өзінің құндылығы жағынан біздің еліміздің өнерін атын шығаратын кинолар, иә, бұлар халықаралық кинофестивальдерде көрсетіледі, бұл жерде білікті мамандар бағалайды, иә, бұл киноларды. Соны ескере отырып, біздің мемлекеттік киностудия қолдамаған деген енді бұл ойға сыймайтын нәрсе сияқты. Иә, шынымен де қарасаңыз, бізде авторлық фильмдер енді халықаралық кинофестивальдерде тек қана авторлық фильмдер көрсетіледі. Енді Қазақстанды танытқымыз келсе, сол авторлық фильмдер ғана арқылы ғана шыға аламыз. Бірақ өкінішке орай бізде андай фильмдер, біздің түсінігіміз осында кино басындағы отырғандардың түсінігі, олар әрине Канн фестивалін алғысы келеді, әрине Оскар алғысы келеді, бірақ ол ондай үлкен жүлделерді сол бір мемлекеттің несіне түсірілген анау қазақ хандығы сияқты фильмдермен ешкімге керек емес фильмдер. Немесе жаңағыдай бір көрермендерге арналған фильм арқылы алғысы келеді, бірақ ол ондай нәрсе болмайды ғой. Егер біз олардан мысалы Оскар алғымыз келсе, немесе Канн фестиваль, олардың өздерінің қойылатын талаптары бар. Біз олардың ойынымен ойнауымыз керек та. Ал біз неге барып, керісінше біз осы жерде бір шынайы фильм түсіріп, оларға көрсетіп, олардан алудың орнына біз наоборот бұл жерден керемет фильм түсіріп апарып, олардан көрсетіп, олардан тартып алғымыз келеді. Неге біз олардың ойынын ойнамаймыз да? Неге біз, мен соны түсінбейді біздің кино басындағылар, бірақ олар сол қазақ хандығын қайта-қайта неге жіберіп, Оскарға жіберіп, соны Оскар алғысы келеді. Әрине ол өтпейді ғой, өйткені ол бізге керемет болса да, ол жерде мүлде басқа талаптар. Оскардың шарттары басқа. Ол жерде өздерінің талаптары бар. Біз егер оларды алғымыз келсе, біз олардың ойынымен ойнауымыз керек. Олардың шарттарымен. Олардың шарттарымен келісіміз керек. Ал бізде айтады, авторлық фильм ол қазақтарды жаман етіп көрсетеді, біз тек қана жаман жағын көрсетеміз, сондықтан авторлық фильм түсірмеңдер деп қолдамайды бізде мемлекет. Авторлық фильмдерді мүлде қолдамайды, сондықтан да, бірақ сонымен қатар сол авторлық фильмді түсірмесек те сондай халықаралық кинофестивальдерде үлкен жүлделер алғысы келеді. Сондай бір парадокс. Меніңше бұл қазақ фильм деп естіген кезде бұл бір ең пайдасыз ұйым сияқты, өмірдегі ең пайдасыз ұйым, ешқандай пайдасы тимейтін, өнерге де киноға да ешқандай пайдасы тимейді. Бұлар енді өздері де жалыққан шығар сол тарихи фильмдер түсіруге. Бір бұрынғы заманның, бір бұрынғы ғасырда қалып қалған сияқты олар, сол тек қана тарихи сондай томирис сияқты фильмдер түсіре берейік, соған ақша бөлейік, ал авторлық киноға біз оны жоқ сияқты ғып солай елестетейік көзімізді алдымызға. Бұл енді дұрыс емес нәрсе, әрине. Бұлар неге бізде дарынды авторлық режиссерлар жетерлік Қазақстанда. Бұл сіз бар, бұл Әділхан Ержанов бар, Эмир Байгазин бар, Фархад Шарипов сияқты сондай біздің режиссерларымыз көп. Неге оларға мысалы олар бір мындай экшн, мысалы мындай блокбастер түсіргісі келсе, неге біздің авторлық дарынды режиссерларға олар сондай ақша бөліп, неге сөйтіп тапсырмайды, сондай тапсырма ретінде? Олар қорқа ма, соны қалай ойлайсың, неліктен? Шынымды айтсам, айтып отырмын жаңа, шынымен де авторлық фильмдерді қолдамайды, өйткені олар ойлайды, біз жаман жағына көрсетеміз де, Қазақстанды мысалы чернуха дейді, чернуха етіп көрсетеміз де, сол арқылы фестивальден орын алғымыз келеді деп. Бірақ өздері сол призді, сол армандайды және алғысы келеді. Біріншіден, екіншіден жаңа сіз айтқан авторлар қазір қолдап жатыр, оларды мемлекет. Енді мені әлі қолдаған жоқ, мен де қолдайтын шығар деп үміттенемін. Бұл біріншіден менің айтып отырмын ғой, егер мен ер адам болсам, мен де қолдар еді баяғыда. Ал енді қазір әйел адам болғандықтан біріншіден бір сенбеушілік бар. Екіншіден енді әйел адам бізге қыздарға бір андай бір немен қарайды ғой. Жаңа айттым ғой, сексуальный не ретінде қарайды да. Мысалы, ондай енді мен сізге шынын айтайын, мен
кездестіремін өзімнің өмір жолымда да жаңағыдай қалай ағылшынша бір сөз ғой харасмент деген бар ғой. Мен ондай кездестіремін кезеңде, кәсіби кезеңдерде. Бірақ мен оған былай мән бермеймін. Мен бұрын мән беретінмін, қазір мән бермеймін, өйткені соншалықты мен ойлаймын, оған әрбір неге мән бере берсем, мен ары қарай кәсіби деңгейде көтерілмеймін деп. Сондықтан да ондай кезеңдерде бар, сондықтан да мұндай дәл қазір, мен мүмкін қазір енді өзгеретін шығар, қазір қолдайтын шығар болашақта. Осыған дейін әлі ешқандай бір не болған жоқ. Сонда бізде Қазақстанда жалпы режиссер әйел деген ол өте сондай бір қиын мамандық, иә. Оларға сондай бір сенбеушілікпен қарайды, себебі бұл әйелдің жұмысы емес деген сияқты, иә. Бізде режиссер ол тек қана ер адам болу керек, иә. Сонда сізге жиі айтама солай, оны не қыласың? Кәдімгі әйел болып бала асырамайсың ба деген сияқты, күйге шықпайсың ба? Сізге жиі айтама ондай нәрсені? Ой, мен деген күнде істеймін оны. Күнде естисің? Күнде істеймін. Ең алдымен мен жақындарымнан естеймін, ең алдымен анамнан естеймін. Менің режиссер болғаныма бәрі қарсы. Ол бір кейде мен өз-өзіме ойлаймын, ол бір ішкі қарсылықпен туындаған мамандық шығар деп те ойлаймын, бірақ шынымен де өте қиын сұрақ. Жақындарым да бәрі шынды айтамын, бәрі қарсы. Олар айтады, сен бір қызық айтып берейін сізге. Осыдан бірер жыл бұрын, мен әлі тұрмыс құрмадым. Мен ойлаймын, оған да осы бір мамандығым себеп шығар деп. Өйткені бірер жыл бұрын үйге мені енді айтады, қыз бала болғаннан кейін танысуға немесе сұрап келген ғой енді. Содан үйге келіп, екі апай келіпті, мамамен сөйлесіп, сонымен сізде қыз бар екен, бізде жігіт бар, таныстырайық деген сияқты. Сөйтіп оқыған ба, иә оқыған, жұмыс істейді ма, иә жұмыс істейді, бәрі жақсы. Сосын енді қандай мамандық десе, режиссер деп айтыпты. Сосын режиссер ол не мамандық, ол кино түсіреді деп, сосын кетіп қалыпты. Сосын бір-екі күннен кейін айтып жіберіпті, бізге камера арқалап жүретін келін керек емес. Шынымен сөйтіп айтты ма? Камера арқалап жүретін келін? Бізге камера арқалап жүретін келін керек емес, біз ондай қыла алмаймыз, бізге қажет емес деп айтыпты. Сосын күлеміз да үйде отырып. Сонда сіз әлі білмейсіз, таныспағансыз. Сонымен шынымен де осы бір мамандығым мен енді кішкене не болады, сондай бір. Жалпы негізі өмірде, әлемде өнерде жүретін адамдарды гендер бойынша бөлмейді, иә? Негізі бұл режиссер, бұл бір адам болды. Әйел ма, ер бала ма, ер адам ба, бұл мәнсіз, ол мән жоқ. Ал біздің, жалпы осы біздің елде, ТМД елдері бойынша, Ресейде де сондай бар шығар деп ойлаймын. Бізді Совет одағынан келе жатқан, иә, сол әйел адам режиссер болса, бұл оларға бір шошындыратын, бір қорқатын бір нәрсе сияқты, иә. Сонда сіз қалай ойлайсыз? Бірақ қазір де режиссерлар, бізде сәтті режиссер әйелдер бар, иә, үлкен жетістіктерге жетіп жатқан бар. Соған қарамастан да бәрібір де сөйтіп сенбеушілікпен қарай ма? Иә, жаңа шынымен де айтып отырсыз, өнер ол неге бөлінбейді деп айтады, гендерға бөлінбейді деп айтады. Бірақ ол өндіріске келген кезде бәрібір де қарайды. Өндіріске келген кезде сен кім екенің, сен әйел адам болсаң, саған сразу бір басқаша көзбен қарай бастайды. Енді дайын продукт болған кезде олар айтады, жоқ, гендерға біз фильмді неге бөлмейміз, әйел адамға бөлмейміз, ер адамға бөлмейміз дейді. Дайын фильм немесе дайын продукт болады, соны олар сразу жоқ, біз бөлмейміз деп айтады. Енді оны өндіріске келген кезде саған міндетті түрде, егер ер адам мен әйел адам тұрса, ер адамды бірінші қолдайды, және оған неге екені белгісіз қаржы көбірек береді. Әйел адамдардың, сіз байқасаңыз, әйел адамдардың түсірген фильмдерінің бюджеті бәрі өте аз, және оларға андай бір жай кішігірім бюджеттер ғана бөлінеді. Содан кейін
оскар мысалы оскар несі бар ғой сыйлығы. Қазір оның 96-97 жыл несі бар, тарихы бар. Сол кезеңде 2 әйел оскар алған екен. Кэтрин Бигелоу. Кэтрин Бигелоу және осы жақында Хлоя Жао. Сол екеуі ғана алған как ең үздік режиссер ретінде, ал қалған кезде бәрі ер адамдар. Сондықтан да соның өзі әлемдік мәселе болып тұр ғой. Бұл әлем бойынша қазір Америка кино өндірісінде қазір сол мету деген қазір қозғалыс болып жатыр. Бұл жерде харассментті де көтеріп жатыр қазір. Жалпы әйелдерді қорғап жатыр. Барлығы көрді қазір әйел режиссерлар, олардың дарындылығы, таланты ер адамнан еш кем емес. Олар да керемет кино түсіре алады. Олар да керемет көзқарасы бар, бөлек көзқарасы бар өмірге деген. Сонда бізге бұл жетіп жатыр ма? Бір кішкене болса да бізде енді түсініп жатыр ғой, енді әйел адамның көзқарасы ер адамның көзқарасына қарағанда мүлдем бөлек. Сол көзқарасты былай тыңдап қараса бұл жөн болар еді деген сияқты. Бізде өзгеріп жатыр ма бұл, жалпы сіз сезініп жатсыз ба сондай? Енді дәл қазір енді мен ойлаймын, өзгеріп жатқан сияқты, бірақ дегенмен де біздің кино саламызда жүрген әйел режиссерлар өте аз ғой. Дәл қазір соның ішінде қазақ тілділер өте аз. Мысалы қазақ тілді көбінесе байқасаңыз бізде кино саласында жүрген әйел қыз балалар, олардың бәрі орыс тілділер. Және енді өзіңіз білесіз, қазақ тілді қыз балалар мен орыс тілді қыз балалардың тәрбиесі қандай екен. Ерекшеленеді. Олар бәрібірдей басқаша. Біз осы бір дәстүр бойынша қазақ тілділер, олар міндетті түрде қыз балаларды қырық үйден тыю деп оларды ой бастан тиіп отырады, ал орыс тілдер кішкене еркін өседі. Сондықтан да мен байқаймын осы кино саласында, дәл қазіргі кино саласында жүрген әйел режиссерлардың, мен қазір басқа мамандықты айтып отырған жоқпын, дәл сол режиссер мамандығы, өнер жолында жүрген. Әрине продюсерлер, екінші режиссер немесе ассистент деген сияқтылар қыз балалар көп, енді сол бір қоюшы режиссер ретіндегі қыз балалар өте аз. Бар болса да бір екі-үшеуінің атын атай аламын, олар да орыс тілдер. Қазақ тілді. Орыс тілінде түсіреді фильмдерді. Орыс тілінде түсіреді, және олар орыс тілінде сөйлейді, қазақ тілінде өте аз. Сондықтан да мен айтам, дәл қазір осы қоюшы режиссер ретінде қазақ тілінде қыз бала болып жүрген қазір мен мақтанып отқан жоқпын, мен шын айтып отырмын, мен ғана деп санаймын. Ал қалған олар қазақтың қыздары, бірақ орыс тілді қазақта. Сонда сіз қазір жол ашып беріп жатсыз ғой сол режиссер қыздарға, әйелдерге, бұл қорықпай сол салаға келе беруге болады деген сияқты. Мен оларға осындай бір мотивация беріп жүремін. Жүрген жерімде мен өнер академиясында сабақ беремін. Сол сабақ берген кезде мен көбінесе қыз балаларды көрген кезде оларға сондай бір қорықпай, жігерлі болыңдар деген сияқты мотивация беріп отырамын. Енді бүгін біздің сабағымыз далада өтеді осылай. Не ғой? Сен де білесіңдер ма? Бізде Догма 95 деген монтажы бар екен. Что такое 95? Догма 95. Знаете, что? Суперреалистичное изображение. Да. Какой там монтаж пользуется? Жанкаты. Самый такой представитель, кто это придумал? Ларс фон Триер. Фон Триер и Фон Триер какие вы фильмы смотрели? Нимфоманка. Еще какие? Антихрист. Когда-то давно тоже, да, Антихрист смотрел. Потом Догвиль. Догвиль классно. Догвиль все смотрели? А там какой монтаж пользуется? Планы? Какой прием? Да. Какие планы там пользуются? В основном там общий и средний план. Показывается. Догма 95 деген сендер жасай алатын ба едіңдер? Бірақ Ларс фон Триердің өзі ережені бұзып салып, басқа бағынбайды ол ережені. Догма 95. Антихрист, Нимфоманка толығымен Догма 95-ке келмейді ғой. Оған қоса оның бірінші фильмі Догма 90, сол 95-те жасалған идиоты. Ол
бастапқы кезінде даже бірінші фильмде сол бұзған догма 95. Анда көп моменттерде шын актерлар емес, өтірік актерлар. Я нені использовал замена тел, там лица не показывал, көрсем баны істегенді и көрсетпеген. Ал догма 95 солай жасауға болмайды. Потому что ол просто как максималистический выкрик болды кинематограф. То есть ары қарай дамыған жоқ қатты. Қазір ол неге қолдау табылмай тоқпай қалды деп ойлайсыздар? Ол кішкене өзгерді. Мысалға бар ғой, Оскар ұтты ғой. Қайда кіммен? Мадс Миккельсен. Еще по одной. Вот сол еще по одной, по сути, тоже кішкене догма 95-ің теоретический нелермен істелінген. Анақта живой свет, живой кадр, нулевой декорация, актерлар шынымен де алкоголь ішті. И ол сондай догма 95-ің белгілі бір ережелері. Сіздің Мариям фильмін алатын болсақ, сіздің алғашқы бірінші фильміңіз. Бұл жерде сіз өзіңіз айтқаныңыз бір сұхбаттарда кемшіліктер бар, жетерлік, бірақ дегенмен де сіз қорықпай оны шығардыңыз, фильм шықты. Немесе кемшіліктерін санап отырсаң, онда ешқандай фильмде түсірмейсің, нәтижесінде. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, бұл қандай кемшіліктер сізге жалпы өзіңізге жеке басыңызға не сонамайды бұл фильмде? Енді бұл мысалы сыни пікірлерді оқитын шығарсыз, рецензияларды. Әрине, бұл фильм енді 5 күнде түсірілген, бар жоғы 1 миллион теңгенің көлемінде ғана шығар. Бұл рекордтық көлем. Ол фильм техникалық тұрғыдан өте нашар, әрине. Өйткені бізде техникалық мүмкіндіктер болған жоқ, бір камерамен, бір дыбыстан басқа ештеңе болған жоқ. Егер мен оны дәл қазір техникамен жақсылап түсіретін болса, оның деңгейі жоғары болады. Кинода бюджеті болған сайын фильмде деңгей жоғарылай береді, және ол ең алдымен техникаға байланысты. Сондықтан да бұл жерде кемшіліктер өте көп, драматургия бойынша да көп, сценарий бойынша. Мен оның бәрін көрем қазір. Егер дәл қазір мен оны түсіретін болсам, оны басқаша түсіретін. Бірақ айтады ғой, жаңа өзіңіз айтқандай, қателік жасамай тұрып, сен бір үлкен жетістікке жете алмайсың. Қорқа берсең қайта-қайта жасамайым деп, нәтижесінде ештеңе жасамайсың. Мен бір таныстарым бар, бірге оқыған жігіттер бар, қанша жасқа келді, сол әлі қорқып, мен түсірсем тек қана күшті фильм түсірем дейді, бірақ енді жасы біразға барып қалды, бір 40-тан асқан кезде әлі жүр, бірде-бір қысқа метраж фильмде түсірген жоқ. Соны кейде ойлайсың, одан да жаңа сіз айтқандай қорқа бергенше жасап, жығыла берсең бір жерде тұрасың ғой. Сол сияқты. Қателіктер үйретеді деген сияқты. Қателіктер үйретеді ғой. Әйтпесе қателік жасайын деп қорқып отыра береміз. Қазір міне осы жас режиссерлердің басты қателігі, сол мен шедевр түсіруім керекпін деп ойлайды. Олар бәрі сөйтіп армандайды. Сондықтан олар сол шедеврді күтіп отырады. Бұл күтіп отырғанша бұл уақыт өте береді, сосын қалай қартайғаныңды өзің түсінбей қаласың. Сіз сыни пікірлерді оқисыз ба өзінің фильмдеріңізге жазатын адамдар? Мысалы, мүмкін сіздің әріптестеріңізде өнер академиясынан да айтып жататын шығар, сол жалпы сыни пікірлерге қалай қарайсыз? Оларды құлақ түресіз ба, әлде өзіңіз өз бетімен өзіңіз сондай бір нәтижелер шығарасыз ба? Бізде шынымен де былай сындар болып жатады, енді онсыз болмайды ғой. Мен оған нормально былай жақсы қарайсыз? Жақсы қараймын, айтқаны дұрыс. Енді әр адамның өзінің ойы болған дұрыс қой. Егер оның ойы болмаса, егер оның несі болмаса, бірақ мен оған мән бермеймін. Өйткені мен ойлаймын, егер мен ананы да тыңдасам, мынаны да тыңдасам, немесе тағы оның бәрі өзіме жия берсем, мен өзім жоғалтып аламын. Сондықтан да мен ешкімді не қылмаймын, тыңдамауға тырысам. Тыңдамаған жаңағыдай сыйларды қабылдамауға тырысам. Енді керек болса мен қабылдаймын, егер керек болмаса мен қабылдамаймын. Өйткені мен ананы да тыңдасам, мынаны да тыңдасам, онда менің өзім қайдам қаламын. Ол менің ойым, менің көрсеткім келген фильмім. Ол фильм негізі ол индивидуальное восприятие дейді ғой.
әр адамның жеке өзін қабылдауы. Фильмді егер сізге ұнайтындай етіп түсірсем, ол басқа біреуге ұнамауы мүмкін. Екінші адамға ұнаса, үшінші адамға ұнамауы мүмкін. Сондықтан да мен бәріне ұнайды екен деп, кинодан әркім өзіне керегін тауып алады. Мысалы, сіз көрген нәрсені екінші адам көрмеуі мүмкін. Сондықтан да кино ол жеке адамның қабылдауы деп сол үшін айтамын. Сіздің барлық фильмдеріңізді мен қарап шықтым, интернет желісінде бар фильмдеріңізді, деректі фильмде, сіздің дипломдық жұмысыңызды қарадым. Былай қарасам, маған былай сіздің стиліңіз әртүрлі, мысалы Мариямда сіз көп документализм көп, сондай документалдық кадрлар, андай минимализм сондай көп, андай Дарден ағайындылар сияқты сондай минималды стильде түсіреді. Ал сіздің картоп жегіштер фильміңіз бұл мүлдем басқа стильде түсірілген. Сосын сіздің дипломдық жұмысыңыз да басқа стильде. Сіз өзіңіз жалпы қазір сол стильді іздеу барысындасыз ба, әлде сізге сондай эксперименттер ұнай ма, сондай түрлі стильдерді қолданып, сосын аяғында өз стиліне келу деген сияқты, андай кино тіл дейді ғой, киноязык. Түсіндім. Негізі шынымен де былай қарасаңыз, бізде бір стильде қалып қалатын адамдар болады. Бір амплуада 20-шы фильм көріп отырсаңыз, соның бір екінші фильм көріп отырған сияқты, немесе үшінші фильм көріп отырған сияқты бір сезім қалдырасыз да. Мысалы шетелдік нелер бар, мысалы Нолан, Ноланда фильмдері, авторлық фильмдері де бар, көрермендерге арналған фильмдері бар, коммерциялық фильмдері бар. Сондай бір жан-жақты болу керек болған дұрыс сияқты меніңше. Бір стильде ғана қалып қалмай, бір амплуада қалып қалмай, соны кеңейту керек сияқты көрінеді да маған. Мен қазір осы фонд киноға келесі бір жобамды ұсынып отырмын. Ол жобамды мен экшн драма ретінде жасағым келеді. Мысалы кішкене бір динамикамен, немен. Әйтпесе бір стилдің ішіне кіріп алсаң, соның ішіне кіріп қалып қаласың да. Мысалы ол көрермендерге бірінші фильм көрің жақсы, екінші фильм жақсы, енді бесінші фильмі дәл сол стильде көріп отырсаң, бір сериал көріп отырған сияқты сезімде қаласың. Бір стильде қалып қалуға болады. Сондықтан да мен жан-жақты болғым келеді. Мен ондай бір стильде қалып алып, мен сол неде қалып, бір неде болғым келмейді. Ал сізге қандай стиль жалпы жақын өзіңізге, жеке басыңызға? Сондай минималды стиль ма, сондай документализм жақын ба, әлде көп бояулар бар, Альмодовардың фильмдер сияқты, андай картина сияқты, оның кәдімгі әр сахнасы, әр кадр бір картина сияқты. Соны сізге қандай стиль жақын? Негізі енді әріненің өзінің стилі бар, Альмодовардың стилі бар. Маған Джейланның фильмдері жақын. Түрік режиссері. Джейлан бар. Мен сол Джейланның фильмдерінен көп не аламын. Тіпті шабыт аламыз. Содан кейін осы Мариям фильмін көрсеңіз, дәл соның кейбір сахналары Джейланның «Үш маймыл» деген фильмі бар. Содан алынған сахналар бар. Отсылка дейді ғой. Соған сілтеме жасап отырған нелерім бар. Маған қатты ұнайды. Бірақ мен бір кезеңдерді сезем, осы бір фильмнен отсылка жасау керек, осы фильмнен алу керек деген сияқты. Фильм жасайтын кезде мен негізі көп фильм қарамаймын. Кейде айтады, неғып сен көп фильм қарамайсың, неге сен үйренбейсің? Мен ол көп фильм қарасам, мен еліктей бастаймын. Ананікі мынандай керемет екен, мынанікі мынандай екен. Альмодовар сияқты түсіргім келеді, немесе Джейлан сияқты түсіргім келеді, тағы Тарковский сияқты түсіргім келеді деген сияқты еліктей бастайсың да, сен өзіңді жоғалта бастайсың. Өзің ішкі түйсігіңді, қандай да бір неңді жоғалта бастайсың. Сондықтан да көбі маған айтады, сен фильм қарамайсың, сен өтпейсің. Мен айтамын, мен өзімді жоғалтып аламын, сол үшін мен қарамаймын. Маған солай, егер мен тек фильм түсіретін кезде ғана енді бір ізденіс болады ғой, мен қалай жасаймын деген сияқты. Сол кезде ғана бір фильмдерді қарамасам, осы тематика бойынша, былай бір қатты беріліп, өткен жаңа айтып отырмын ғой, мен тағы бір таныстарым бар, бір күніне бір 10 фильм көретін шығар, бірақ соншалықты өзін жоғалтып алған, мен андай түсіргім келеді, жоқ, мынандай түсіргім келеді, жоқ, мен ондай болғым келеді деген сияқты жан-жаққа кете береді, сосын өзінің бір еліктей бастайды. Еліктеп өзінің не айтқысы келеді, өзі не түсіргісі келеді, соны жоғалтып алған да.
кезінде танымал Теренс Маликтің фильмдері сияқты оған көбісі американдық қазіргі заманның режиссерлары еліктей бастаған, иә, немесе Джармушқа көбісі еліктей бастаған, жақсы көреді. Сонда сіз қазіргі заманның режиссерларын, иә, қазір кинофестивальдерде неше түрлі сондай қызықты жұмыстар бар, картиналар бар, соларды сонда қарамайсыз, иә, оларды мысалы бағаламайсыз. Мынау мынандай жасапты, мынандай кадрды қолданыпты деген сияқты, мынандай сюжетті былай ашыпты деген сияқты былай сараптамайсыз. Жоқ, мен қараймын, қарағанда да енді бір түйсік, мен көбінесе фильмдердің идеясын қараймын, ол не айтқысы келді екен деген сияқты. Сосын жаңағыдай бір қандай да бір кадрларына, ол кадрларды да қараған кезде сол бір фильмге дайындық кезінде ғана қараймын. Егер керек болса маған, керек болмаса мен мүлде қарамаймын. Өйткені айтып отырмын ғой, мен еліктей бастаймын да. Мысалы Рената Литвинова сияқты түсіріпті дегеннен гөрі Шарипаның өзінің стилі бар екен деген дұрыс емес пе? Сондықтан да мен бір екінші адам болғаннан гөрі өзімнің стилімді қалыптастырған көбірек ұнайды. Ал сізді соңғы кездері бір таң қалдырған бір фильм бар ма, сізге қатты әсер қалдырған, осы қазіргі заманның режиссерларымен түсірілген? Енді қазір қатты таңғалдыратындай жақсы фильмдер бар. Қарасаңыз, тіпті мынау соңғы кезде Оскар алған «Паразит». Пон Джун Хоның фильмі. Соның фильмі, мысалы, авторлық фильммен жаңа көрермендердің ортасын таба білгенде, сондықтан да кейде ойлаймын, сондай бір фильмдер бізге де керек па деп. Ол жерде оның не үшін Оскар алғаны, ол жерде бірнеше не бар, қабаты бар, оның идеясы бар, оның әлеуметтік деңгейі бар. Сондай бір бізде фильм өзекті тақырыбы бар, мәселесі бар, көтерген. Бізде фильмдер түсіріледі, бірақ өкінішке орай біз андай әлеуметтік психологиялық нелерді ұмытып кетеміз. Біз тек сыртқы бейнені көрсетеміз. Мысалы, психологиялық тұрғыдан адамдардың қандай деңгейде, не істесе ол не істейтін еді деген сияқты бір психологиялық бір нелерді ұмытып кетеміз. Біз адамдарға мүлде мән бермейміз. Біз сыртқы бейнеге ғана, сыртқы іс-қимылға ғана мән береміз. Сіздің қысқаметражды «Картоп жегіштері» деген фильміңіз, «Едеки картофелі» деген, бұл Ван Гогтың картинасының ізімен түсірілген. Жалпы Ван Гог өзі режиссерлер үшін өте сондай тартымды суретші, меніңше. Көптеген режиссерлар сол Ван Гогтың картиналары бойынша фильмдерді түсіргенді жақсы көреді. Сіз қалай ойлайсыз, неге сондай тартымды болып көрінеді сол Ван Гог режиссерлер үшін? Сіз үшін негізі Ван Гогтың қай жері сондай тартымды болып тұр? Негізі Ван Гог сонда қайғылы тағдыры ма әлде оның? Ван Гогтың де өмірден түйгені көп, өмірден алғаны көп, және оның картиналары шынымен де сондай бір оқиғаға құрылған да, оның да өзінің тарихы бар. Қайғыға толы сондай. Шынайылығы бар, өмірлігі бар. Соны көргеннен кейін бізге де суретшілерге, біз сияқты суретшілерге де ол үлкен ой салады. Мысалы, мен оның картиналарын көріп, оған дейін не болған, одан кейін не болатын мен өзімше трактовка жасай аламын да. Сондай бір ол үлкен мүмкіндік береді, және мен ойлаймын, генийлардың сондай несі, сондай қолтаңбасы, сондай басқа адамдарға ой салатындығында деп. Мысалы, қарап отырып, егер де даже фильмдердің өзін алатын болсақ, егер ол көрерменге ой салмаса, ол жай ғана фильмді. Жалпы картиналарда да бар, жай қарайсың да, ешқандай. Ол анау автордың бұл бір андай несі да. Мен ойлаймын, әрбір автор ол объектив болу керек, объективный болу керек, ол субъективный болмау керек. Егер сен субъективті түрде менің айтқаным осы, мені ғана тыңдаңдар, болды, басқа ештеңе. Менікі ғана дұрыс деп. Менікі ғана дұрыс деп деген бағыт ұстанса, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Ван Гогта сол объективизм бар да, ол айтады, оны өздеріңіз трактовка жасалаңыздар деген сияқты. Сонда енді әр адам бұл өмірде не ғой, индивидуалист. Әр адам уникальный, әр адамның өзінің бір қайталанбас коды бар. Сондықтан да әр адам өзінше қабылдай білу керек. Сол кезде ғана ол өнердің деңгейі жоғарылайды. Біздің қазақстандық суретші Гүлнұр Мұқажанова деген соның картиналары. Сізге жалпы қазіргі заманның өнері ұнай ма? Современное искусство дейді ғой.
иә әрине қазіргі кезде қарасаңыз бір андай бір шынайылық бар сияқты, бір шынайы өмірден алынған бір қарапайымдылық бар. Маған осындай бір мынау постноматическая реальность деген иә картиналар. соған ұнайды. Бірақ енді бізде черный квадрат деген бар, білесіз Иә, Малевич. иә, сол көп не қалдырады, андай әртүрлі трактовка қалдырады. Енді мүмкін соның несіне қарап жасаған шығар деп ойлаймын автор мұнда. Енді қаншалықты Мына бір Радко деген бар ғой, Радко, Иә. Стил деген бар суретшілер. Соларға ұқсас сияқты, бірақ мынау войлоктан жасалған, қолмен жасалған. Жасалған не екен? Негізі маған шынымды айтсам Ван Гогтың картиналары қатты ұнайды. Сізге Ван Гог Иә. ұнайды, тағы сүйікті суретшіңіз бар ма? Ә, Сізде импрессионистер ұнайды ма сонда? Негізі білмеймін, маған қатты Ван Гогтың картиналары неліктен ұнайды. Тіпті сонау «Едоки картофеля» деген фильм бар ғой, қысқа метражды фильмім. Сол неге арналған, Ван Гогтың картинасына арналған «Едоки картофеля» деген оның несі бар, картинасы бар. Содан мен соны алдым әдейі фильмнің соңында сол картинаны. Және бұл картинаны мен көрген кезде бір оқиға ойлап тапқым келді. Бірақ сіз білесіз ба, мен неде тұрғанды жақсы көремін. Пробкада тұрған жақсы көремін. Көлік тығынында тұрған жақсы көремін. Соны әлі есімде, сол «Едоки картофеляның» сценарийі сол көлік тығынында маған келген ойыма. Кептеліс болған кезде мен көлікте отырамын да, жан-жағыма қарап, әлі есімде қалыпты сол бір сюжет. Сол жерде отырып ойлап тауып, сосын барып жазып шықтым. Негізі бір ғой, сюжет кейбіреулер ойлайды, андай компьютердің алдына отырдым, соның барында сюжеттерді жазып шықтым деп. Менде ондай емес, менде түннің ортасында немесе таңертең шабыт кезде келе береді ғой. Түнгі сағат 3-те келуі мүмкін, немесе енді ұйықтайын деп жатасың да, бір ой келе қалады, сонымен ұйқы қашып кетеді, сол оймен жалғастырып таңертең сол таңғы сағат 6-7-ге дейін ұйықтамай кездеңдер де болады. Сондықтан түсінбейсің шабытқа кезде келетін. Бір түсініксіз. Иә, кезде келе береді, иә. Иә, сондай. Ал осы импрессионистерді алмасақ, жалпы қазіргі заманның суретшілерінен кім ұнайсың? Бізде осы неде қазақстандық бізде нелер болған, Қызыл трактор деген бір движение болған. Соларда мысалы Нарымбетов бізде суретшілер, солардың нелері ұнайды маған. Олардың несімен ұнайды, олар бір не арқылы бір не дейді, бір нәрсені жару арқылы қоғамды өзіне дұрыс ілкіндіре білетін. Мысалы бір қазір художниктің атын ұмытып тұрмын, ол мынандай қой, шынайы қой бар ғой, соны алып бауыздап, соның қанымен сурет салған. Сондай бір Джексон Поллок сияқты суреттер. Иә, бізде де ондай нелер суретшілер бар, сол суретшілер сондай бір нелер жасап отырған. Енді дәл қазір мынандай суретші деп мен қатты ондай бір суретшілердің несімен не қылмайды екенмін. Қызықпайсыз ба сонда? Жоқ, қызыққанда қызығатындай қазір андай кезең ғой қазір, технологияның кезең ғой, до того андай тез жүріп жатыр да, өмір үлгермейсің. Дамып жатыр. Иә, үлгермейсің, ана жаққа барып үлгермейсің, ана жаққа да барып үлгермейсің, сондықтан да кейде үлгермейтін кезеңдер болады. Бірақ мен ойлаймын, әрбір авторға осындай бір музейлерге келіп қарау керек. Иә, бұл сондай талғамды, сондай байытады, иә. Иә. Ал сіз Жүргенов атындағы өнер академиясында оқыдыңыз, иә? Бұл жерде көптеген осы генийлердің, данышпандардың, ұлы режиссерлердің киноларын қарадыңыз. Сізді ең көп таңқалдырған қай режиссер болды? Сол біздің бұрынғы классиктерден, иә? Мысалы, Бергман бар, иә, сондай Кубрик деген сияқтылар бар. Көптеген сондай режиссерлар, қайсысы Годар деген сияқты, қайсысы сізді әсіресе таңқалды сіз осы жас кезінде оқып жүрген кезде? Енді тани бастаған кезде режиссураны, кинематографты, иә? Негізі маған Тарковский қатты ұнайды. Біз енді ол кезде
оқып жүрген кезде енді көп қарайсың ғой фильмдерді, көп ізденесің, көп не қыласың. Мен ойлаймын, ең бірінші оқып жүрген кезде енді әр мұғалім болады, әр ұстаздың өзінің қабылдау деңгейі бар. Олар келеді де мұғалімдерге, студенттерге келіп, өздерінің деңгейдегі тапсырмаларын береді. Одан кейін мен ойлаймын, әр адамның несі вкусы дейді ғой жаңағы. Талғамы, иә. Сол бір университет бітіргеннен кейін пайда болатын сияқты. Сол кезде ғана сен өз-өзің таба бастайсың, сен сол кезде ғана өз-өзіңді түсіне бастайсың. Оған дейін сен үйрену үстінде боласың. Енді қазір де көп үйренесің. Сол Тарковский, одан кейінгі кезеңде мен Ким Ки Дуктың фильмдерін өте жақсы көремін. Ким Ки Дукты жақсы көресіз. Иә, оның фильмдерінен көбінесе көп нәрсе аламын. Содан кейін Қытайдың Джан Имо деген жақсы несі бар, режиссері бар. Мысалы, өте сондай бар. Өзінің стилі бар, өзінің бір несі бар. Соларды қарайсың. Және кейде мен ойлаймын, біздің осы қазақ киносы бір өзіндік стилін таба алмай жүрген сияқты. Біз біресе анда барып соғыламыз, мында барып соғыламыз. Тіпті мына қырғыздардың фильмін қарасаңыз, қырғыздардың стилін бірден танисыз. Олардың өзінің бір андай несі бар да, стилі бар да, сол стилде, сол неде ұлттық бір несі бар, ұлттық нәрсесі бар. Ал бізде сол бір ұлттық нәрсені әлі таба алмай жүрміз. Біз ана іздейміз, мына іздейміз, тарихтан іздейміз, әлі таба алмай жатқан сияқтымыз. Бізде бұл мүмкін бұрын бізде новая волна болды дейді ғой режиссерлар, ол Серік Апрымов, сол конкретно. Ал сосын дети независимости деген сондай бізде не бар ғой, сондай ағым, қазір ол сіз сияқты жас режиссерлердің режиссерлер келеді оған. Сіз кіресіз, сол Жанна Исабаева бар, Эмир Байгазин бар, Әділхан Ержанов, Фархат Шарипов, сол сіздер, сол дети независимости, сол тәуелсіз Қазақстанның режиссерларысыз, Бұлар ең басты ерекшелік, сіздердің ерекшеліктерің бұл 90-шы жылдардағы режиссерларға қарағанда, бұл сіз қазір енді мемлекеттен біреуден ақша күтіп отырмайсыз. Өзіңнің ақшасын тауып, фильмді түсіре бересіз. Меніңше сол мүмкін сондықтан шығар сіз барлықтарың өз бетімен жүргенде, әр өз бетінше ақша табады, әр өз бетінше демеуші өзіне табады, сол өз бетінше кино түсіреді. Біз қазір бір шаңырақтың астында, қазақ фильм сияқты, бір шаңырақтың астында жүрген режиссерлар емес, бұл қазір әр режиссер өз бетімен жүргендіктен мүмкін сондықтан сондай сезім болып тұрған шығар, стиліміз табылмайды деген сияқты. Мүмкін, жақсы теория екен, мен бұл жайлы ойламаппын, шынымды айтсам. Бізде мен мысалы өзім былай қарап отырмын, бұрын мысалы режиссерлар мемлекеттен қаржы күтіп отырса, қашан қаржы бөледі екен, қашан мен фильм түсіреді екенмін деп сөйтіп былай қазақ фильмнің аузына қарап отырды деген солай болса, қазір мысалы жас режиссерлар, олар ешкімнен көмек күтпейді. Олар өз қолына алады бәрін, өзі демеуші табады, өзі ақша табады, сол ақшасына барады түсіреді. Олар сондай берут и делают деген сияқты, барады жасайды. Ешкімнен былай қашан маған ақша түседі екен аспаннан деп күтіп отырмайды, олар. Сонда сонымен ерекшеленетін сияқты, ең басты ерекшелік сол біздің жас режиссерларымыз бұрынғы сол 90-шы жылдарғы режиссерларға қарағанда. Бірақ қарасаңыз, ол кезде олар өздері түсірген ғой. Бірақ енді қазір бірақ шынымен де жақсы теория екен, мен бұл жайлы ойламаппын, шынымен де осылай болар. Сіз қазір біздің жас режиссерлар шынымен де өз бетінше, әр режиссер өз бетінше жүрсіз. Мысалы, сіз өзіңіз ақша тауып, мысалы, кредит алдым дедіңіз, несие алып фильм түсіріп жатсыз. Мысалы, Эмир Байгазин өз бетінше бұл да бір шетелдік продюсерлермен серіктес болып, сонда өз бетінше фильм түсіріп жатыр. Әділхан Ержанов та өз бетінше бір француз компаниялармен бірдеңе сөйтіп түсіріп жатыр. Әр адам өзі жалпы былай отдельный остров сияқты, жеке сондай аймақ сияқты болып жұмыс істеп жатыр. Сондықтан бізді сондай біріктіретін нәрсе жоқ деген сияқты. Бұны қазақ фильм болу керек, негізі болу керек болды, бірақ бізде ондай жағдай жоқ. Ондай жағдай емес, өкінішке орай. Сонда азиялық режиссерлар, Азияның кинематографы сізді қызықтырады әсіресе. Негізінде шынымен де, мысалы, Азияның фильмдерінде қарасаңыз, ол кішкене шокирующий дейді ғой. Бізде азиялық фильмдер кішкене сондай бір неде
сондай таң қалдыратын дүрсілкіндіретін бір сезімдер бар да. Неде Европада кішкене эстетикасы мүлде басқа, олар кішкене жаңағыдай қалай қатты шокировать етпейді, бірақ дегенмен де ол жерде кішкене философияға көп мән береді. Оның да өзінің бір кереметтері бар. Мысалы, маған Ханекенің фильмдері ұнайды, француз режиссері да. Шынымен де ол жерде де жаңағы айтып отқан братья Дарден ағайындылар. Солар да бар. Енді әр ненің өзінің бір стилі бар ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, сондай бір мынау жақын, маған мынау жақын емес деп айта алмаймын. Ал сіз Жургенев атындағы академиясында монтаж режиссурасы жағында сабақ бересіз, өзіңіз жалпы монтажға деген өзіңіз әсіресе қызығушылығыңыз бар, сізді монтажды жасаған кезде өз фильмдеріңізді өзіңіз монтаждайсыз, монтаж жасаған кезде сізді қандай жалпы нәрсеге көп көңіл бөлесіз? Сіз үшін ең маңызды монтажда? Мен енді менің бір монтаждық столымда жоқ, ешқандай менде ештеңе жоқ, шынымды айтсам. Ананда ешқандай аппаратура, техника деген жоқ па? Қалай монтаждайсыз сонда? Тіпті ноутбугымда жоқ. Сонымен енді бір кішігірім ноутбугым бар, бірақ ол ешқандай монтажға жарамайды. Мен не істеймін, фильмді түсіргеннен кейін түсіріп аламын да, сосын сол баяғы интернеттен монтажер іздеймін. Сосын монтажер іздеймін, сосын мен айтамын, маған осындай камераға түсіріп едік, осындай монтажер керек, осындай аппарат керек, компьютер керек деп. Сонымен мысалы Мәриямда мен бір жігітті тапқам, сол жігіт арқылы монтаждадық, және екінші фильмде де осы Қызыланарда да енді түсіріп болғаннан кейін енді монтаж не істеймін деген сияқты бір не келеді, бір түсіріп болғаннан 1-2 күн демаласың, сосын ол монтаж жасау керек еді ғой деп қайтадан адам іздейсің. Сөйтіп сол бір телеграм бар, бір чаттардан осындай бір монтаж жасайтын адам керек еді деп, оны да іздеп, сонымен тауып, сосын апарып, әрине қасында өзім отырамын. Сосын мен монтаж жасаған кезде фильмді түсіріп жатқан кезде мен уже монтажны көріп отырамын да, мына кадрдан кейін мынау келесі монтаж жасалады, мынау келеді, мынау қосылады, мынау қосылмайды деген сияқты түсініп отырасың. Оның бәрі мысалы мынандай сахнаның арасында мынандай сахна, екеуі бір-біріне келмейді, арасында мынандай сахна керек деген сияқты, мына жерге деталь керек деп, оның бәрінің көз алдыңда елестеп отырады. Енді мүмкін ол кәсіби деңгейдегі қалыптасқан бір не шығар, автоматты түрде болады ғой. Енді әрі кәсіп, мысалы сіз журналист ретінде жақсы білесіз, мына жерде мынандай сөйлеу керек, мына жерде мына сөз қалып қалса, мәтінге көңіл бөлу керек деген сияқты. Мына сөз қалып қалса, мына келесі сөз ол бір-біріне байланыспайды деген сияқты. Мысалы ол да бір кәсіби деңгейдегі жаңағы көз үйреніп қалғаннан кейін өз-өзінен келетін бір жаңағы бейсана, подсознательно өзі солай келетін нәрсе да. Сондықтан да оның бәрін көріп, мен съемка кезінде монтаж көріп отырамын. Оның бәрі көз алдыңда кәдімгідей елестеп. Бұл фильмді өзі ұйымдастыру, режиссер болу, сосын монтажды да өзі жасау деген бұл қиын нәрсе ғой, бұл қиын іс қой, бәрін бірге көтеріп алып жүру деген. Ондай болады енді. Енді қазіргі кезеңде мен ойлаймын, сондай бір жан-жақты болмасаң өте қиын. Біреуді күтіп отырсаң, ол сенің ертең ойыңдағыдай жасамайды, оның үстіне оған қаржы беруің керек боласың. Мысалы мен өз фильмді өзім түсіретін болғандықтан мен әрбір тиынымды санаймын. Лишний раз біреуге беретіндей қаржым жоқ. Одан кейін біреуге сөз бергендіктен оған енді ұятқа қалып қалмау үшін міндетті түрде уақытында беру керек. Сондықтан соның бәрін есептеп лишний раз біреуге ақша төлемейін деген сияқты ғой. Қаржы шығармау үшін. Бұл командамен жұмыс істеу, жалпы олар да идея үшін жұмыс істей ме, сонда оларда қаржы төленбейді дегенге олар сонымен келіседі? Жоқ, мен барынша қаржы беруге тырысамын. Барынша өзім ішпесем де, өзім жемесем де, тамақ әбет ішпесем де, мен сол
біреудің еңбегін жемеу үшін тырысамын. Сондықтан да мен егер операторға не қылсам, мен айтамын оған, оператор алатын кезде менде осындай қаржы бере аламын, сен келсең түсір, келіспесең өзің ренжімеймін деген сияқты. Көбінесе келіседі, иә, көбі. Енді бізде өнер адамдары көп қой, олар да бекерден бекер оқып жүрген жоқ, олар да түсінеді, что мен қиналып өз ақшама түсіп жатқанымды, мүмкін болашақта енді бір жақсы не қылып жатсақ, сол кезде иә берерсің деген сияқты. Көбінесе менімен жұмыс істейтін адамдар сондай деңгейде өмір не істейді. Жағдайыңызды түсініп. Жағдайымды түсініп, бірақ мен ешқашан адамдарды тегін жұмсамаймын, ешқашан. Барынша ең минимальный жалақы берсем де, қол ақысын беремін. Былай, мысалы, мен өнер академиясында сабақ беремін, сол жерден жалақы аламын. Мысалы, сол Мариамда мен операторға келіскенбіз, сол 5 күнге, мысалы, 200 мың теңге беремін деп. Соны менде қарекетте зарплатам 200 мың теңге болды. Соны мен айттым, мен зарплатам күте тұр, мен саған беремін деп. Сосын бір 2 күн зарплатам кешігіп қалды, ол маған жазып жатыр, сен маған 14 күні беремін деп едің, қайда деп. Сосын мен айттым, зарплата бермей жатыр, пожалуйста, күте тұршы деп. Тағы 3 күн, 4 күнге кешіктіріп жатыр, мен ұялып бара жатырмын. Мен айтам, қайта жазып жатыр, мен бір алдап кеткен сияқты болып жатырмын да. Сосын күте тұршы, пожалуйста деп сөйтіп, жарайды деп. Түсте маған жазады, зарплата түсті деп. Жүгіріп барамды банкоматтан снимать етіп, сол кешке бүкіл зарплатамды тиынына дейін қалдырмай, соны операторға апарып бердім. Соны мен өзім тағы да сол бір ай зарплатасыз, ақшасыз жүрдім. Сонда сіз қалай күн көресіз, сізге кім көмектеседі? Ол кезде ата-анаңыз көмектесе ма? Енді туыстарыңыз, жақындарыңыз? Иә, анам енді пенсия алады, соны айтады, мен саған көмек беріп тұрайын деп. Шынымды айтсам, мен депрессияға көп түсем. Депрессия болған кезде өз-өзімді Аллаға сыйынамын, мені шығарып алшы деп. Басқа ешкім жоқ, менде бір мен сені қолдай қояйын, мен сені қолымнан жетелеп алып жүрейін деген сияқты, бірақ ондай ешқандай адам жоқ. Ал осы халықаралық кинофестивальдердегі жүлделер, олар жалпы сізге қандай көмегін тигізеді? Қаржылай көмегін тигізе ма, әлде осы шетелдік продюсерлер сіздің шығармашылығыңызға қызығушылығын танытып, бір серіктестікпен бір кино түсірейік па, сондай бір ұсыныстар келіп жата ма? Сондай қандай пайдасы бар оның? Негізі халықаралық кинофестивальдерде көбінде, енді бәрінде емес, енді аз-аздап жаңағыдай кейбіреулерінде бір жаңа материалдық нелер болады, приздары болады. Бірақ ол көбінде емес, көбіне мынадай бір фестивальдар оларда өз нелеріне өткізетін болғандықтан ол жерде ешқандай материалдық көмек жоқ. Әрине ол атың шығады біріншіден, екіншіден жаңағыдай халықаралық продюсерлермен танысасың, олар сені ары қарай фильмді жылжытады, содан кейін фильм сатып алады деген сияқты ғой. Ол үлкен көмегі бар. Содан кейін біздің елімізде де оны көбірек бағалайды. Содан кейін сенім туғыза бастайды. Мысалы, мен халықаралық кинофестивальдерде орын алмасам, маған ешқандай қазір мен үміттеніп отырмын, енді мүмкін мені қолдайтын шығар деп. Мүмкін қолдамайтын да шығар, енді білмеймін ғой не болатынын. Бірақ дегенмен де қазір бір өткенде Лондонда үздік әйел режиссер деген номинация алдым, иә. Сол кезде біздің министр культуры бар ғой, мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова, сол кісі жеке хат жіберіпті. Оның өзі қуанып қаласың сондай кезде көрген кезде. Олар сонда бәрін қадағалап отыр, қарап байқап отыр, иә. Қарап байқап отыр, соның бәрін көріп отыр. Соны көрген кезде мен бір жағынан қуанып қалдым. Біз мемлекетке керек екенбіз, артымызда біреу тұрған сияқты. Кейде ойлайсың бір андай, енді шетелге барған кезде Қазақстанды танытасың ғой. Ең алдымен саған қарап, сен Қазақстанды біледі. Сонда мен Францияға барған кезде мен қазақша сөйледім. Маған қазақ тілді не берді, аудармашы берді.
сол кезде француздар келіп маған сәлем қалқалай деп Өздері сөйтіп жаттап жатыр ма үйреніп сонда? алған ғой. Соны келіп айтады да Керемет. біз сізге қарап қазақша сөйлегіміз келіп кетті. Келіп кәдімгідей сөйтіп таңертең тұрсам сәлем қалқалай дейді. Бір қуанып қаласың кәдімгідей. Соны біз Қазақстанға барғымыз келеді, көргіміз келеді. Сіздің фильміңізді қарадық, сіздермен таныстық. Қазақстанға барамыз міндетті түрде деп сөйтіп айтып жатыр. Сондай кезде бір ішінде бір қуанышты жағдай пайда болады. Бір Қазақстанды танытып жатырсың. Ал сол кезде бір жағынан ренжисің да. Соншалықты қыршыдай басыңмен сондай Қазақстанды танытып отырсың, ал сені ешкім қолдамайды мында. Бір хотя бы бір жылы сөз айтса деген сияқты. Шынымен де жаңағы Тоқаев мырзаның оқып сөйтіп қолдап жатқаны бір жағынан қуанышты. Өткенде де сол Ақтоты апайдың сөйтіп не жіберіп жатқаны маған бір қуанып қаласың. Кейде ойлайсың, енді мемлекетте кейде маған айтады, сен неғып шетелге кетіп қалмайсың, неге басқа мүмкіндіктер бар ғой, неге басқа неге не қылмайсың деп. Сонда айтам, мемлекет ол біздің әке шешеміз сияқты. Мысалы, әке шешең жаман болса да тастамайсың ғой. Иә, бәрі кетіп қалса кім қалады сонда? Бәрі кетіп қалса, мен кетіп қаламыз, сіз кетіп қаласыз, тағы бір кетіп қалса, сонда бұл мемлекетті кім қалады және кім алдыға жылжытады деген сияқты. Мүмкін ол бірандай бір менің іштей бір патриотизм шығар деп ойлаймын да. Сонда сіздің жалпы сондай батыл мінезіңіз, иә, сондай бұл сонда кімге тартқансыз? Әкеңізге ме әлде анаңызға ма? Мен әкем сонда ештеңеден қорықпайтын, өз ойын тіке айтатын, сондай батыл қызсыз, иә, сіздің енді соншалықты батылмын деп айта алмаймын. Сондай қайсар мінезді. Менің әкем 27-ші жылғы кейде менен сұрайды, әкең қай жылғы, 27-ші жылғы десем, ол қай ғасыр деп айтады, бір ғасыр болады ғой. Иә. Әрине менің әкем қазір жоқ, ол кісі 6 айлығымда қайтыс болған. Шешем үлкен кісі, қазір 82-ге келді. Сол мен үйде 11-ші баламын. Сіз көп балалы жанұясыз, иә? 11-ші баламын қазір. Сіз ең кенжесісіз ба сонда? Кенжесімін. Сол білмеймін енді кімге тартқанымды, білмеймін. Немесе мүмкін сіздің сол өнер, сол шығармашылық, сол творчество дейді ғой, сізді қалыптастырды ма? Мүмкін, иә. Сондай. Өмірдің осы бір қиын кезеңдері, өмірдегі әрбір кеше нені қазір питчинг болып жатыр ғой неде, фонд кинода. Сол жерде бір проекті не істеп жатыр да, қорғап жатыр. Сол жерде мынандай бір не айтады да, бір проектіні ұсынып жатыр бір жігіт, бір қыз режиссер екен, ол она хотела доказать деп айтып жатыр да, ол доказать еткісі келеді, андай мықты екенін деп. Сол кезде мен өзімді көрген сияқты болдым да мына проектіде, бірақ мүмкін басында менде сондай бір не болған шығар, сезім болған шығар, бір Жүргеновте оқып жүрген кезде, оны бітіргеннен кейін бір доказать етейін деген сияқты. Қазірде маған да айтып жатады көптеген адамдар, әсіресе ер адамдар, режиссер достарым, немесе қыздар, құрбыларым, сен өмірге доказать еткің келіп жатыр ма, или сен доказать еткің келе ма деген сияқты. Біреуге дәлелдегің келе ма сен өзіңді деген сияқты. Шынымды айтсам, мен ешкімге ештеңе дәлелдегім келмейді. Дәл қазір мен мынандай айтады ғой, жаным жай табады дейді ғой, сондай бір қазір спокойный душа да, ондай бір ешкімге ештеңе дәлелдегім келмейді. Мен ойлаймын, дәлелдесем дәлелдеген де шығармын. Дәл қазір менде ондай бір не жоқ, бірінде сезім жоқ. Мүмкін енді подсознательно бар шығар ондай нәрсе. Ондай бір мен мына жерден күш аламын, мен алдыға жылжимын немесе мені бір қолдайды деген менде ондай жоқ. Сонда сіз кино түсіргенде жалпы нағыз рахаттанасыз, иә, сол процесстен? Сондай ма? Негізі бар ғой, шынымды айтсам, бір рахаттанатындай мүмкіндік жоқ. Кино түсірген кезде таңертең ерте тұрасың, шаршайсың, кәдімгідей жүгіресің, сондай бір рахаттанатындай ештеңе жоқ та. Бірақ енді фильм жасап біткеннен кейін бір
андай бір нәтижесін көргеннен кейін саған бір қол баштап қол соққан кезде бір осы бір еңбегім бекер болмаған екен деген сияқты бір андай бір не келеді да бір қуаныш сезімі сияқты келеді. Иә, енді бұл да бір өнердің бір түрі ғой. Қазақта андай бір сөз бар ғой, арқасы бар екен деп айтып жатады ғой. Сол өнер ол арқаның бір түрі. Мысалы менің бір құрбым бар, ол сол мен қатты қиналамын дейді да, сол қиналған кезде адамда бір басады ғой, арқасы бар деген қазақта сөз бар ғой. Соны барамды дейді да, домбырамды немесе гитарамды аламын да, андай кең жазық жерге барамын да, айқайлап тұрып өлең айтамын дейді. Сол кезде ішімдегі немнің дертімнің ішімдегі бәрі шығады дейді. Сосын мен жеңілдеп қаламын дейді. Мысалы мен сондай сияқты бір сондай шипасын береді, иә? Иә, сол сияқты бір кино түсіруде ол да бір жаңағыдай өнердің бір түрі, және өнер қысқан кезде адамды бір арқасы қысады дейді ғой, бір тәуіптерді, емшілерді айтып жатады ғой. Сол кезде арқасы бар екен деп айтып жатамыз. Сондай бір қысқан кезде сен өзіңді қайда қоярын білмей қаласың. Сол кезде не істерін білмей, тым болмаса бір нәрсе арқылы шығарсам деген сияқты бір не болады да. Сол кезде енді мен өлең айта алмаймын, сурет сала алмаймын, басқа өнерім жоқ осы. Сондықтан шығар бір жиналған кезде атылып шығатын бомба сияқты.